Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Өмір мұхит, уақыт толқын. Өмірдің алды ыстық, арты суық. Алды ойын, арты жағы, мұңға жуық. Азат басың болсын, құл, құлдан келмес, іске ұмтыл. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта, бар қалан. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңе өзің есеп ал. Бір жерден бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірін сөзін тосып. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Сағаттың шықылдағы емес, ермек, хамиша өмір өтпек, ол білдірмек. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңшең білмес. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Елбасы топ басыларына тоқтай білетіндігі мен намыс қойлығы. Көп шуылдақ не табар, билемесе бір кемел. Өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар. Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға бәрі анық. Имансыздың сыртын қанша жусаң да, іші оңбайды. Сен асыққан екен деп, Алла өмірін өзгертпес. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Жақсылық ұмыт, жаңылмас, кек. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңға қайырме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл, тастай көрме. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Күллі адам баласын қорқылатын үш нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Баланы ең әуелі мейір шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулу. Жаман дос көлеңке. Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, жылы жүрек, нұрлы ақыл. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Пайда ойлама, ар ойла. Талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге.